Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Мен сіздермен отшашудың зиянымен бөлісетін боламын. Ол үшін менің каналыма жазылып, видеомды соңына дейін қараңыз. Крекерлер, флепперлер барлығына бала кезінен белгілі. Өйткені бұл пиротехниканың ең қауіпсіз түрі. Қақпақшалар өте қарапайым түрде орналастырылған. Конфетти немесе серпентин толтырылған қағаз цилиндр. Біз ілмекті немесе арқанды күрт тартамыз және көп түсті конфетти болты ауаға көтеріледі. Жұмыс принципі бойынша крекерлер екі түрге бөлінеді. Кәдімгі крекердің құрамында кішкентай ұнтақ заряды. Олар жергілікті қауіпсіз, оларды өртеу қажет емес. Бірақ сақтау кезінде басқа жарылғыш пиротехникамен бірдей ережелер сақтау керек. Екінші түрі пневмо-крекерлер. Олардың ішінде мылтық жоқ, тек сығылған ауаға бар. Пневматикалық крекерлер әдетте өлшемдері бойынша әлдеқайда үлкен. Крекерлер тіпті балаларды да іске қоса алады. Ең бастысы, олардың отқа мылтығы бар. Кәдімгі крекерді салмауын қадағалау. Петардалар. Бұл ұлдарға арналған. Ақыр соңына кіре берісте кемпірлерді, қыздар мен иттерді қорқыту өте керемет. Әрине, ұрпағыңызға бір қорап петарда бергенде олай етпеуін ескертіңіз. Петарда кез келген пиротехника сияқты белгілі бір қауіпсіздік радиусы бар. Көптеген петарлар үшін 5 метр. Мұны орындамау қайғылы салаларға әкелуі мүмкін. Барлық петарлар шамасымен бірдей жұмыс істейді. Ысқырықпен, сондай-ақ жарқылмен бірге жүруі мүмкін. Қатты жарылыс. Тұтану түрде қарапайым петарлар фитильге от жағу керек және үккіш болып бөлінеді. Оларды жәшікке сіріңке сияқты сығып, содан кейін лақтыру керек. Басқа да сирек кездесетін түрлері бар. Мысалы, суырылған шекі бар петарлар лимон. Бенгал шамдары. Жынысы мен жасына қарамастан барлығы жақсы көреді. Олар болуы мүмкін. Әр түрлі өлшемдер, түстер, крекерлер сияқты өте қауіпсіз. Оларды кез келген жастағы мектеп оқушыларына беруге болады. Дегенмен, ұшқындар үй ішіне қолдануға болмайды. Ұшқындар ыстық металл типтері барлық бағытта шашырап өртке себеп болуы мүмкін. Пиротехникалық субұрқақтар, конустар немесе цилиндрлер пішіні бар. Көлденең бетке орналастырылып, отқа жағылады. Биіктігі 5-7 метрлік отты ұшқындардың шоғыры. Ұмытылмас көрініс. Көптеген субұрқақтар тым төмен бағаланады және оларды сатып алмайды. Бірақ бекер, өйткені субұрқақ масаны да қамтуы мүмкін. Әртүрлі әсерлер, сонымен қатар ол жергілікті ұзақ уақыт бойы жанып тұрады. Құрама отшашу фонтандары да бар. Субұрқақ біраз уақытқа дейін ұшқын шашады. Содан кейін кенеттен биіктегі волейболдарды да ата бастайды. Рим шамдары. Сәлем беру батареясының сіңілісі. Егер сәлемде көптеген картон түтіктері біріктірілсе, онда мұндай түтік бір ғана, бірақ ол өте ұзын. Түтікке бірнеше зарядтар, әдетте 5-10 оралады. Олар бірден соң бірі ысқырықпен атылады. Кейбір жауапсыз жас азаматтардың қолдарынан дөңгелектері іске қосу әдеті бар. Бұл күлкі. Шындығында бұл жерде тіктік жоқ, бірақ ақымақтық бар. Өйткені римдік шамның денесі қалың, желімделінген және отқа төзімді композициямен сіңдірілген. Болса да кәдімгі қағаз. Қалыпты емес. Операция жағдайында дене тез күйіп кетуі немесе қолына жарылуы мүмкін.
бұл қатты балаларға ауыр жарақат әкеледі. Зымырандар патша кезінде ойлап табылған. Зымыранның негізгі элементі тұрақтандырғыш, ұшу кезінде ракетаның дірілдеуінен сақтайтын ағаш таяқша. Әрбір зымыран бір ғана оқ, бірақ әдетте ол өте үлкен және тиімді. Балаларға арналған опциясы жерге жабысып қалған сымдардағы мини зымырандар. Зымыран пакетте бекітілген ұшу түтігінен ұшыратылады. Егер қабір жоғалса немесе сынса, оны тар мойынды шарап бөтелкесімен ауыстыруға болады. Іске қосу түтігі немесе бөтелке тік күйде өте жақсы бекітілген болуы керек. Отшашулардың адам денсаулығына келтірер залалы. Адам лас ауамен тыныстанса, оның өкпесіне зиян заттар жинала береді. Бұл бір жылдап байқала қоятын құбылыс емес. Себебі астма, бронхит, аллергияның болуы және басқа да созылмалы аурулар ұзақ уақыт лас ауаны жұтқаннан ақырында пайда болады. Ауадағы тұншықтырғыш газ ағзаға оттегінің түсуіне кедергі келтіреді. Лас ауаның салдарынан пайда болатын аурудың түрін толық түгелдеп шығуы мүмкін емес. Негізі қатты дыбыс шығуға пиротехниканы оңды-солды атуға тыйым салынған. Себебі өзге адамның тыныштығын бұзбау керек. Себебі отшашудың атылуынан, дауысынан кей адамдар күйзеліске түседі. Демек, пиротехника ағзаға ғана емес, адам психологиясына да кері әсер етеді. Кез келген мереке, мейлі үйлену тойы, мерейтой, туған күн, мектеп бітіру, банкет болсын, петардалардың, крекерлердің, отшашулардың және отшашулардың таңқаларлық жарылыссыз аяқталмайды. Көптеген адамдар пиротехникалық шаруалар сәнде және кез келген себептен және онсыз ұйымдастырылады деп санайды. Бірақ көріп отырсыздар, қандай мереке отшашу сияқты тосын сыйсыз салтанатты және есте қаларлық болады. Оның үстіне әлемде әсер ету күшіне байланысты суретті жасыра алатын көптеген көзілдірік жоқ. Ашық аспан, кемпірқосақтың барлық түстері. Сонымен қатар отшашуды мұқият қолданбаса түрлі жағымсыз жағдайға себеп болуы мүмкін. Сондықтан да салютты 14 жасқа толмаған балалар мен мас күйіндегі адамдардың атуына тыйым салынған. Жылда бір отшашудың кесірінен қаншама адам ауруханаға түсіп жатады. Отшашудан қандай елдер бас тартқан? Қытайдың Шанхай, Гуанчжоу және Пекин қалаларында мереке кезінде отшашуды пайдалануға тыйым салынған. Оған себеп мегаполистегі экологиялық жағдай, ауаны шектен тыс ластауы. Ал Еуропаның бірнеше қаласында, атап айтсақ, Парижде, Венада, Прага мен Дублинде, Брюссельде отшашудың барлық түріне тыйым бар. Достар, менің видеом пайдалы болды деп ойлаймын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.